Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге піскен етпен салат жасауды бөлісейін деп тұрмын сіздермен. Осындай піскен бір 100-150 граммдай етті жіңішкелеп турап аламыз. Соломка қылып. Етімізді турап алдық. Енді қиярымыз турап алайық. Осындай қылып турап аламыз қиярымыздың бәрін. Енді помидорымызды турап аламыз. Бір жарым помидор жетеді. Түптерін алып тастайсыздар. Барлығын ішін осылай алып тастаймыз. Помидорымыз тазалап алдық, енді помидорымызды жіңішкелеп тураймыз. Помидорымызды турап алдық. Енді ішін бәрін дәнін алып тазалап қойғам. Қызыл бұрышпен тәтті. Мынандай сарысынан алсаңыздар болады. Осыны да жіңішкелеп соломка қылып турап аласыздар. Осылай соломка қылып турап алдық. Бұл салатымызды кез келген мерекелік дастарханға қойсаңыздар болады, дайындап. Енді бір қасық соевый соус қосам. Өз қалауыңыз бойынша 2-3 қасық қоссаңыздар да болады. Кішкене мына экстра тұздан салам. Қызыл бұрыш. Көк сарымсақты жуып тазалап турап қойған алдын ала. Екі қасық сұйық май құям. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып. Тіркелген көрермендерге алғысым шексіз. Осындай дәмді салатты тез дайындалады, дайындалып көріңіздер. Салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.